Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Мен Ернар Аймырзаұлы, дене шынықтыру нұсқаушысы. Сіздермен бүгін балықшы ойын ойнаймыз. Және де біздің балалармен қалай ойнағанды тамашалаймыз. Құрметті ата-аналар, балықшы ойын үйде де далада да ойнай беруге болады. Бір немесе бірнеше балалармен. Егер балықшы ойынына керекті арқан болмаса, үй жағдайында жіп немесе лентамен ойнасаңыздар болады. Сіздерге бұл ойында сәттілік. Балықшы ойынында балықтар сөйлей ма? Өндеуге бола ма? Балықтар сөйлемейді, балықтар сөйлемейді. Балықтар ұша ма? Балықтар жүзеді. Ал құрметті ата-аналар, біздің екінші ойынымыз бәйтерек ойыны. Оған бізге керекті жарақ, доп және обруч. Үйде бала көп болғанда, немесе әке, ана, әже, барлық туыстарымыз бірге осы ойынды ойнауға болады. Ал балалар, келесі ойынымыз бәйтерек. Бұл ойында мен обручты қоямын және допты ортасына қоямын. Біреуіміз барып, допты көтеріп, бәйтеректің шағын құраса, қалғанымыз бәйтеректің қанаттарын құраймыз жанында. Келістік па? Дайынсыз балалар? Ендеше бастаймыз. Құрметті ата-аналар, бұл ойындар бала денсаулығындағы қозғалысты арттырады және де координация мен кеңістікті бағдарлауды жақсартады. Сіздерге сәттілік, денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрқашанда спортпен айналысамыз.